Баршаңызға сәлем, бұл пайдалы кеңес арнасы. Бүгінгі видеода дененің қышуы қандай аурулардың белгісі болуы мүмкін? Осы тақырыпта аурулардың белгілері туралы айтамын. Маған тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, басқа да видеоларымды денсаулықтарыңызға пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Алдағы уақытта мен видеоларымды жіберіп алмақ үшін маған тіркеліп, подписаться кнопкасын басып кетулеріңізді сұраймын. Дененің қышуы қандай аурудың белгісі екенін білесіз бе? Мұны білу өте маңызды. Адам денесі жайдан жай қышымайды, оның белгілі бір себебі бар. Мәселен, маса қандай да бір жәндік шаққанда дене қышып бастайды. Ал аллергияға бейім жандар құпынай, лимон, апельсин жегенде денелері қышиды. Бұл жалпы жағдай десе де болады. Еш себепсіз дененің қышуы алаңдататын мәселе. Егер сіздің денеңіз қышып қоймаса, бір күн бұрын не іштіңіз, не жедіңіз, қандай әтір, крем қолдандыңыз, соған зерделеп көріңіз. Бейтаныс нәрседен жағдай ушыққан болар. Ал егер аллергия беретін тағамдарды тері күтіммен дұрыс көңіл бөлсеңіз де, денеңіздің қышығаны қоймаса, қоғамдық орындарда жүргенде, жұмыста отырғанда, ұйықтағанда қышып мазаңызды алса, денеңіздің бәрі бөртіп кетсе, еш себепсіз бойыңызды әлсіздік билеп, теріс шаршайтын болсаңыз, дене қызуы көтеріліп, кіші және үлкен дәреттеріңіздің шығуы өзгере бастаса, дереу терапевт және дерматолог дәрігеріне көрінгеніңіз жөн. Дененің еш себепсіз қышуы мына аурулардың себебінен болуы мүмкін. Біріншіден, дәрі ішкеннен. Егер сіз қандай да бір дерттен емдеу үшін дәрі ішіп жүрген болсаңыз, ағзада кері әсер беруі мүмкін. Соның салдарынан денеңіз қызарып, бөртеді. Кейде бүкіл денеңіз қышып, маза бермей, көбінесе гипертонияға, құяң ауруды басатын, холестерин деңгейін реттейтін және жүрек соғысын қалпына келтіретін дәріні мөлшерден артық ішкен жағдайда. Екінші, жүктілік кезінде. Зерттеушілер әрбір 10-шы жүкті әйелдің 1-2-де дене қышуы болады дейді. Себебі жүкті кезінде болатын токсикоз, қышыма секілді беріледі екен. Болашақ анада жүрек айну, лоқсу, құсу болмағанымен дене қышуы мазасын алады. Үшіншіден, жүйкенің бұзылысы. Тері ісінбей, бөртпей, тек бір нәрсе жүргендей жыбырлап қышитын болса, сізге жүйкеңізді тексерту керек. Жүйке шаршап, сыр бере бастағанда денеде өзгерістер болады. Дененің еш себепсіз қышуы теміреткі, инсульт, ми және жұлын ісіктері ауруларының басты белгілері болуы да мүмкін. Төртіншіден, психикалық бұзылыстар. Егер теріңіздің ішінде бір нәрсе жүргендей сезілсе, онда жүйкеңізді емдетіңіз. Бұл жағдай көбінесе депрессия алған, бойыңызды үрей билегенде, ашушаңдыққа бой алдырғанда, денеңізде бір нәрсе жыбырлағандай қышып мазаңызды алады. Бесінші, қант диабеті. Бұл ауру да денеге қышынып белгі бере бастайды. Дененің еш себепсіз бастады ма, дереу қаныңызды қанттың деңгейін анықтайтын анықтамаға өткізіп көріңіз. Өйткені қант диабеті ауруының ең алғашқы әрі қауіпті белгісі екенін ескертеміз. Алтыншы, бауыр ауруы. Бауыр ауыра бастағанда да дене қышиды. Әсіресе гепатит, циррозға шалдыққанда дене өз-өзінен қышып, жағдайыңызды нашарлатады. Оған өт қышқылы мен билирубиннің шамадан артық көбеюі себеп болады. Салдарынан тері қыши бастайды. Жетіншіден, бүйрек ауруы. Егер бүйрек дұрыс жұмыс істемесе, азоттың қосылыстар түзіледі. Егер терлемесе, денеде қалып қояды да дене қыши бастайды. Сондықтан да бауыр мен бүйректі емдететін кезде толық әрі сапалы ем қабылдаған жөн. Сегізінші, қалқанша без ауруы. Қалқанша бездің жұмысы өзгерсе, зат алмасудың жұмысын нашарлатады. Ал зат алмасу нашарлады дегенше бүкіл ағзаның жұмысы баяулады. Бұл кезде тері құрғап, дене қыши бастайды. Тоғызыншы, темір тапшылығы. Ағзада темір азайған кезде дене
қажетті мөлшерде эритроциттер мен оттегін тасымалдайтын маңызды гемоглобин ақуызын шығара алмайды. Нәтижесінде анемия пайда болады. Қаны аз адамның тері бозарып, қыши бастайды. 10. Қатерлі ісік ауруы. Денеңізде себепсіз қышу өте сирек кездесетін онкологиялық аурулардың белгісі болуы да мүмкін. Мәселен, қан тамырлар жүйесі мен ұйқы безі қатерлі ісігінде дене қышып, белгі бере бастайды. Әртүрлі аурудың белгісі болуы мүмкін. Менің берген ақпараттарым сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Маған лайк басып, тіркеліп, қолдау білдірулеріңізді сұраймын.